Ассалаумағалейкум баршаңызға, арнаға қош келдіңіздер. Мазмұнды бастаудан бұрын арнаға тіркелулеріңізді ұмытпаңыздар. Қазақстанда бензин қымбаттайды. Еуразиялық экономикалық одаққа деген міндеттеме салдарынан Қазақстанда бензин қымбаттауы мүмкін. Мұнай сервистік компаниялар одағының мәліметтері бойынша 2025 жылға қарай елдерінде бензин бағасындағы алшақтықты азайту керек. Сонда одақ аумағында жалпы мұнай және мұнай өнімдерінің нарығы құрылады. Осы жылдың соңына дейін Қазақстанда бензин бағасы қымбаттауы мүмкін. Қазэнерджи қауымдастығы баға литріне 170-180 теңгеге дейін көтеріледі деп санайды. Құнның өсуі мамандар айтқандай, ішкі жанар-жағармай материалдарының ішкі нарықтан шайылып кетуіне жол бермеу үшін қажет. Қазақстанның мұнай сервистік компаниялары президиумының төрағасы Рашид Жақсылықовтың айтуынша, жанармай бағасы сәйкестендіру қажет. Ол өткен жылы ғана біздің елде бензин құны арзандағандықтан ресейлік жүк көліктеріне қазақстандық жанармай құю бекеттерінде жанармай құйылғанын еске түсірді. Жанар-жағармай бөлшек сауда бағасының өсуі мұнай өнімдері нарығының субъектілері, саудагерлер мен жанар-жағармай құю бекеттері үшін маржаның өсуінсіз салық салудың ұлғаюына байланысты болды. Ол үшін акция мөлшерлемесін біртіндеп арттыру жоспарланып отыр. Айтпақшы, бүгінде Ресейде бензиннің орташа бағасы 232 теңгені құрайды. Қазіргі кезде Қазақстанда ең танымал АИ-92 маркалы бензиннің бағасы 145 теңгеден 160 теңге аралығында. Еліміздің әртүрлі аймақтарындағы жанармай бағаларының ағымдағы белгілері литрі 148 теңгеден. Бұл бағамен Тараз тұрғындары көліктеріне жанармай құюда. Түркістанда сәл қымбатырақ. Елорда, Астанада 150 теңгеге, Павлодарда 1 литр бензин 150 теңгеден сатылады. Одан кейін Қостанай мен Өскеменде жанармай 156 теңгеден сатылуда. Сонымен қатар Ақтауда, Ақтөбедегі ең қымбат баға 160 теңгеге жетті. Қалайық, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар, істерін тіркеліп бөлісіп, пікір қалдырғандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирге кездескенше сау саламат болыңыздар.